Қайырлы күн, құрметті достар, сіздермен бірге дәметкен бүгін спагетти с тефтели рецептісімен бөлісемін. Менің атыма лүпіл басып, тіркеліп, келесі видео рецепт жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып кетіңіздер. Тартылған еттің үстіне күріш, дәміне қарай тұз, бұрыш салып ас қасықпен жақсылап араластырамыз. Шарик тәрізді қыламыз. Қызып тұрған табаға пияз, тәтті бұрыш, сәбіз, дәміне қарай тұз, бұрыш салып, ас қасықпен араластырып, бір ас қасық томат пастасын, кабачок салып, шамалы су қосып, үстеліне тефтелкілерді қойып шығамыз. Подливымыз қою болу үшін ас қасық ұнды сумен араластырып құямыз. Қайнап тұрған суға спагеттini салып, тұздап 7-8 минуттай пісіріп аламыз. Піскен спагеттиді доширак арқылы мұздай суда жақсылап жуып аламыз. Тефтеліміз дайын, ас болсын. Видео рецепт ұнаған болса, лүпіл басып, тіркеліп, келесі видео рецепт жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басып кетіңіздер.